Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мінекей достар, бүгін 122-ші сабаққа да келіп жеттік. Дыбыс және әріп тақырыбы. 13-ші тапсырма, өлеңді мәнерлеп оқимыз. Ынтымақ күні. Жалауымда нұрлы күн, нұрын шашып тұр бүгін. Паш етеді ол халқымның ынтымағын, бірлігін. Ортақ дәстүр ғұрып-бай, ынтымағын суытпай, шаңырағын көтерген 100 түрлі ұлт, 100 уықтай. Шыңға тартса салып жол, қиналмайды талып бел, 100 иыққа сүйенген Қазақстан алып ел. Енді тапсырмасын орындайық. Өлең мазмұны қай мерекеге сәйкес келеді? Әрине, бұл 1 мамыр. Ол мереке қалай аталады? 1 мамыр, яғни ынтымақ күні, бірлік күні, иә? Қалай ойлайсың? Өлең неліктен ынтымақ күні деп аталды? Кестені пайдаланып, өлең мазмұнын топта талқыла дейді. Бұл достық, сыйластық пен ынтымақ мерекесі. Қазақстанның кең шаңырақ астында 150-ден астам ұлт, қазақтар, өзбектер, орыстар, украиндар, неміс, корей, ұйғыр, қырғыз, армян, грузин және көптеген басқа да ұлт өкілдері тұрады. Мінекей осы ұлттардың әрқайсысы бірегей таптырмас қасиеттерге ие. Дегенмен Қазақстан аумағында біз тату-тәтті өмір сүретін біз бір халықпыз. 1 мамыр мерекесінің мәні де осы. Демек, осыншама қаншама ұлт өкілдері біздің елімізде тату-тәтті бір-бірінің салт дәстүрлерін құрметтеп өмір сүріп жатыр. Сол үшін де 1 мамыр бірлік, ынтымақ күні, халықтар достығының күні деп аталып өту себебі осында. Енді кестені пайдалана отырып өлең мазмұнын топта талқылайтын болсаңыздар, жаңа ғана айтылып кеткен ақпараттарды бұнда тек бөле саласыздар. 1 топ жаңа халықтың ынтымағын паш етеді, демек бірлік күні туралы айтасыздар. 2 топ 100 түрлі ұлт, 100 уықтай. Демек, осы елімізде тұрып жатқан әрбір ұлт өкілі, олардың бір-бірімен достық қарым-қатынасы біздің бүгінгі еліміздің көрінісі деп айтсақ та болады. Ал Қазақстан алып ел 3 топ қазақ халқының өте қонақжай екендігін, әрі бауырмал екендігін міне осы тұста айтып кетсеңіздер болады. Яғни әртүрлі тарихи оқиғаларға байланысты жер аударылып біздің елімізге көшіп келіп осы қоныстанып қалған басқа ұлт өкілдеріне деген құрметі, олардың құшақ жая қарсы алуы, міне осы туралы айтсаңыздар болады. Енді өлеңдегі ынтымақ, бірлік, паш етеді ғұрып сөздерінің мағынасына тоқталатын болсақ, ынтымақ бұл бірлік, достық деген мағынаны білдіреді. Ынтымақ сөзін бірлік мағынасымен синонимдес етіп қарастыруымызға болады. Ал ырыс бұл ынтымақ, береке, бірлік ұғымдары тетек қолданылатын егіз тіркестер. Бірлік яғни татулық, паш етеді, жариялайды, жария қылады. Ал ғұрып адамдар арасында көп қайталанатындықтан дағдыға айналған істер. Келесі тапсырмада қарамен жазылған сөздердің түбірін тауып, түбір сөздің жазылуындағы өзгерістің себебін түсіндіруіміз қажет. Халқымның деген сөздің түбірі халық, ынтымағын деген сөздің түбірі ынтымақ, бірлігін деген сөздің түбірі бірлік. Енді бұл сөздерге жалғау жалғанған кезде үндестік заңына сәйкес дыбыстар өзгеріске ұшырап кетіп тұр. 14-ші тапсырмада мәтінді көркем жазасыздар және соңғы сөйлемдегі сөздерге дыбыстық талдау жасауымыз қажет. Ең бірінші мәтінді мұқият оқиық. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл күнді халық ерекше қуанышпен тойлайды. Біз өте тату тұрамыз. Осы соңғы сөйлемге дыбыстық талдау жасайық. Біз Б дауыссыз ұяң, дауысты жіңішке, З дауыссыз ұяң. Өте, Ö дауысты жіңішке, Т дауыссыз қатаң, Е дауысты жіңішке. Тату, Т дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Т дауыссыз қатаң, У дауысты жуан. Тұрамыз, Т дауыссыз қатаң, О дауысты жуан, Р
дауыссыз үнді, А дауысты жуан, М дауыссыз үнді, I дауысты жуан, З дауыссыз ұяң дыбыстар болып келеді. 15-ші тапсырма. Мақалдардың жалғасын тауып жазайық. Ырыс алды ынтымақ. Бірлік болмай, тірлік болмас. Енді мақалдардың мағынасын түсіндірейік. Ырыс алды ынтымақ дегенде береке, бірлік, ырыс барлығының алды ынтымақ, яғни татулық. Тек қана татулықтың арқасында ғана елде бірлік болады, ырыс болады. Екінші, бірлік болмай, тірлік болмас. Бұл да бір-біріне мағыналары жақын мақалдар деп айтсақ болады. Ауызбіршілік болмай, бірлік болмай, ешқандай істің нәтижесі болмайды. Енді бірлік сөзіндегі дауыссыз дыбыс түрлерін ажырататын болсақ, Б дауыссыз ұяң, Р дауыссыз үнді, Л дауыссыз үнді, К дауыссыз қатаң. 16-ші тапсырмада суреттегі тор көзге Ф әрпі бар сөздерді тауып жазамыз. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құраймыз. Яғни бірінші сарафан, футбол және фабрика деген сөздерді орналастырдым. Сөйлем құрайтын болсақ, менің күлгін түсті сарафаным бар. Екінші, дене шынықтыру сабағында футбол ойнадық. Үшінші, біздің елде фабрикалар өте көп. 17-ші тапсырма. Сөздерді тауып, олардан сөз жұмбақ құрастыруымыз қажет. Ең бірінші сөзді құрайтын тілдік бірлік бұл дыбыс. Екінші, дыбыстың таңбасы әріп. Қазақ әліпбиіндегі әріп саны 42. Кедергісіз шығатын дыбыс түрі дыбыс. Мінеки осындай сөз жұмбақ құрасаңыздар болады. Осымен мінеки 122-ші сабақта берілген тапсырмалар аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар, сабақ ұнаса лайк басыңыздар, және поделиться деген батырманы басып, басқа достарыңызбен де бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.